Сәлеметсіздер ме? Естіліп тұрсам, қосу белгісін белгілей кетіңіз. Қал жағдайларыңыз қалай? Естіліп тұрсам, қосу белгісін белгілей кетіңіздер. Көп рахмет, Гүлжанат ханым. Ей! Тікелей эфирге қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып: адамдар ақша энергиясын өздері қалай жауап тастайды? Бұл негізі өте терең тақырып. Ақша ол энергия. Ақша ол сіздің сезіміңізге келеді. Және қаншалықты өзіңізді бағалайсыз, соған келеді. Әр адамда ақшаға қатысты шектеуші сенімдер бар. Ол сенімдер ең бастысы өзіне байып кетуге, қапшықтап ақша табуға рұқсат етпеуі. Сіз қаншалықты өзіңізге байып кетуге рұқсат етесіз? Бейсаналы түрде. Айта аласыз ба? Мүмкін саналы түрде, мен байығым келеді, мен көп ақша тапқым келеді деп айтасыз, бірақ бейсаналы түрде бізде бейсаналық ақпарат бар ғой. Саналы деген ол, мен білем, қазір бар жасай алатын сияқтымын деген сезім. Саналы түрде сіз оны түсінесіз, бірақ оның астында бейсаналық ақпарат жатыр. Бейсаналық деген ол түп санадағы жазылған ақпараттар. Адамның ойына күнде 60 мыңнан 70 мыңға дейін ой келеді. Бір күнде. Оның 95% күнделікті қайталанатын ойлар. Ал оның 5% саналы, ал қалғандары бейсаналы. Яғни күнделікті қайталанатын ойлар, негативті ойлар, 80% негативті ойлар. Енді сіз сол негативті ойларды ойлайтыныңызды сіз саналы түрде түсінбейсіз. Білем деп өзіңізге айтасыз, алайда ол бейсаналы әлі ақпарат бар. Сіз білмейтін. Енді сол бейсаналық ақпараттар, сол бейсаналы бағдарлама сізге ақшаның келуіне кедергі болып тұр. Сіз өзіңіз бейсаналы түрде ақшаны өзіңізден итеріп отырсыз. Ол қалай? Ол ең бастысы сіз өзіңізге байып кетуге рұқсат етесіз бе? Бейсанадағы теріс сенімдер, шектеуші сенімдер. Ақша табу қиын деген сөзді сіз бейсаналы түрде айтатыныңызды білесіз бе? Анық. Бай адамдар жаман деген ой пайда болуы мүмкін сізде. Немесе көп ақша тапсаң, көп мәселең болады деген өміріңде. Бар ма сонда? Сосын күнделіктегі уайым мен қорқыныш. Ақша жетпей қалады. Қалай төлеймін? Қорқамын деген сөздерді сіз ойлаған кезде, сіз ақшаға жоқ деп отырсыз. Қалай рұқсат етеміз? Бірінші, нақты сіз күнделікті қандай
ақша туралы сөйлемді айтасыз ойша, бейсаналы түрде. Соны анықтауыңыз қажет. Және соны анықтағаннан кейін сіз өзіңізге нақты сол сөйлемді тоқтатып ойлауды жаңа сөйлемдерге ауыстыруыңыз қажет. Ақша жетеді, мен төлей алам. Міне қараңызшы, қалай төлеймін, жетпей қалады деген кезде сіз өзіңіз ақшаның энергиясына жоқ деп отырсыз. Бейсаналы түрде. Бірақ саналы түрде сізге көп ақша керек. Бүкіл мына өміріңізге келетін жағдайдың барлығы ол бейсаналы сезінген ойлардан, олар келесі сәтіңіздің шындығын қалыптастырып отыр. Міне. Мында Назым ханым жазыпты: Айко ханым, 30 минуттан соң жолға шығамын, сеть болмайды. Сізге отзыв айтсам болады ма дейді. Нәтижесімен бөліскісі келіп тұр. Назым ханым, мен сізді қосайын. Қабыл алыңыз. Айка ханым, ақша қап-қабымен келіп жатыр дейді. Жанар ханым, ризамын сізге. Назым ханым, қабыл алдыңыз ба? Мен сізді қостым. Не может присоединиться дейді. Тағы көрейін. Тағы да қостым сізді. Шығалсаңыз қабыл алып көріңіз. Бізге де нәсіп болсын дейді. Көп рахмет бөліскеніңізге. Жанар ханым бөлісті ғой, мында ақша қап-қабымен келіп жатыр деп, иә. Қараңыздар, құрметті жүректер. Енді бізе айтамыз ғой, жұғысты болсын дейміз, нәсіп етсін дейміз, бұйырса дейміз, Алла қаласа дейміз, немесе болсын деп бір қандайда да жұғысты болсын деп тілектерді айтамыз ғой. Мен сіздерге айтайын, ол тілектерді тек бізге де жұғысты болсын, бізге нәсіп етсін, бұйырсын деген сөзбен ол ешқашанда бізге бұйырмайды. Ол бұйыру үшін, нәсіп ету үшін, шындыққа айналу үшін сіз оны таңыр хатыңызға жазып, 30 күн таңертең және кешкісін сезіммен оқуыңыз керек. Сонда ғана Алла нәсіп етеді. Сонда ғана ол сізге бұйырады. Сонда ғана ол сізге жұғады. Ал жұғысты болсын деп айтқан сөзден жай ғана жұқпайды. Сондықтан мен шынымды айтсам, осы күнге дейін мен тағдыр хатымды жазып, 30 күн таңертең және кешкісін сезіммен оқып, бәрін мен қалағандай қалыптастырып отырмын. Тағдыр хатымды оқымай қалдым ба? Болды, бітті. Бәрі тоқтайды. Неге? Өйткені өмір энергия, яғни біз атомдардан тұрамыз. Атомдардың ішінде не бар? Тербеліс жиілік бар. Сол тербеліс жиілікті біздер сезінген сәт сайын, дәл қазір мен сезінген ой келесі өмірімнің сценарийін қаласам да, қаламасамда да қалыптастырып жатыр. Және де мен дәл қазір әр сезінген ойым келесі өмірімнің сценарийін демалыссыз қалыптастырып жатыр. Біздер одан демалмаймыз. Бұл энергия, моментально жұмыс жасайтын нәрсе. Егер де тағдыр хатыңызды оқуды тоқтатсаңыз, сіздің өміріңізде қаламаған нәрсе келіп бастайды. Неге? Өйткені сіздің назарыңыз қаламайтын нәрселерде. Жай ғана айтайын, ақша туралы делік, иә? Бүгін ақша энергиясын айтып отыр қой біздер. Сіздер сауда бастардың алдында бір кәсіп аштыңыз дедіңіз, иә? Сауданы бастардың алдында сізде бір күшті құштарлық болады.
қазір мен барлығын сатып жіберемін, мен байып кетемін, мен қолымнан келеді, мен істей аламын деген сізде бір құштарлық пайда болады. Сол құштарлықтан кейін сізге мына сауданы сатып бастағанда сізге ойлар келеді. Шектеуші сенімдер. Ал ешкім алмай қалса ше, ақша табу қиын, қазір адамдарда кризис, сезон емес, конкуренция көп деген сөздерді сіз бейсаналы түрде айтып отырмын ғой. Бейсаналы түрде айтып бастаған кезде болды, бітті. Сіз ақша энергиясын өзіңіз сол бейсаналы ойлар арқылы итеріп тастадыңыз. Жоқ, маған керек емес ақша. Ал сіз ол көрінбейтін нәрсе. Білесіз бе? Өмір, міне, әр біздің ойымыз, сезінген ойларымыз, әр ойдың Wi-Fi бар. Сіз ойлаған ой, сіз айтқан сөз Wi-Fi сияқты таралады. Мына кеңістікке. Былай. Сол таралған тербеліс, қай ойды тербеліс жібердіңіз, дәл сол ұқсас тартады дейді ғой физикада. Сол ұқсасын тартып, сол сіздің өміріңізге келеді. Яғни сіз бірінші не істейсіз? Менің саудам дейтін жүріп кетті, ақша тың-тың түсіп жатыр, вау, жағы, товарымның барлығын солд-аут жасадым. Яғни бір күннің ішінде бәрін сатып тастадым. Адамдар кезекте тұр, вау деп айтсаңыз, адамдар шынымен де сіздің дүкеніңізге кезекке тұрады. Адамдар шынымен де сізге ақшасын әкелуге дайын тұрады. Адамдар, мына, сіз сататын товар бар ғой, соны іздеп жүрген адамдар көп. Сатып алғысы келіп жүрген адамдар көп сіз сататын товарды. Сол адамдар сізді әйтеуір табады ғой. Тіпті алыс жерде отырсаңыз да табады. Сіздер мені қазір тауып алып отырсыздар ғой, келіп отырсыздар тікелей эфиріме. Қалай таптыңыздар? Бұл кездейсоқтық емес. Әлемде кездейсоқтық деген жоқ. Әлемде үйлесімділік деген бар. Мен бірінші тағдыр хатыма жаздым, 30 күн таңерті және кешкісін сезімін оқыдым. Мені өмірін өзгерткісі келетін адамдар өздері тауып келеді деп. 30 күн таңерті және кешкісін сезіммен оны оқыдым. Сол үшін қазір менің аудиториям көп. Мен бірінші сұрадым, айттым, оқыдым, сезіндім. Сосын барып, қазір менде қанша 85 мың подписчик бар қазір Инстаграмда. Қош келдіңіздер, жаңадан тіркелген жандар. Өмір сондай. Назым ханым, қазір запрос жіберем сізге. Мендегі ең үлкен отзывты 72 миллионға мені біреу подстава жасады. Сол кезде қалауыма, білесіз бе, кәдімгі сол жала жапқан адамдардың өзінен іс қозғалды да, бірақ мен қаншалықты таза екендігімді ақтап шығарды ғой. Сол кезде мен чудо дедім ғой. Сол ғой кәдімгідей жыладым десем болады. Одан кейін ақша несі бар ғой, әр ай сайын миллиондап, дәл сол санымен, дәл сол үтірімен, дәл солай жазылғандай түсіп отыр. Анау ақша түскен кезде бірден ойбасы келдіңіз ғой. Мен мынаны жаздым ғой, дәл сол орындалды ғой деген секілді. Жүрегім тыныш болмаған. Сол моментте сол бір жүректің тыныштығын іздеген екенмін. Барлық жерден іздеген екенмін. Бірақ оказывается, ол тыныштық өзіңде екенін сіздің медитацияңыз арқылы, сабағыңыз арқылы 2-ші айдан бастап жүрегіме тыныштық келді. Басыма түрлі іс түскен кезде ең көмектескен нәрсе ол сіздің сабағыңыздағы, курсыңыздағы барлық техникалар деп айта аламын. Сотталып кету, жала жабылу деген ең үлкен дүние ғой. Бұл нәрселерден алып шыққан, қиындықтардан алып шыққан, ақшалай потогымның ашылғаны, ең бастысы жүрегімнің тынышталғаны осы бір сіздің сабақтарыңыздың кәдімгідей себепші болды. Үлкен нәрселердің барлығынан тынбай өтуіме сіздің сабақтың әсері өте қатты. Әйгерім ханым, сол үшін сізге бас иемін. Рахмет. Лина ханым, мені қосыңызшы дейді. Окей, мен кішкене сабағымды жалғастырып жіберейін, бір 10 минуттай. Сосын қосамыздар, Лина ханым. 10 минуттай, иә. Сонымен, не келдік біздер? Шектеуші сенімдерде отырмыз ғой әлі. Ақша энергиясын біздер іштей қалай өзіміз
ақшаны былай итеріп тастайтынымызды өзіміз білмей қаламыз. Иә. Ақшаны итеріп тастайтын, ақша негізі сіздің өміріңізге келгісі келіп тұр, дәл қазір. Және ақша дейтін өте көп. Сіз ойлағаннан да көп. Ақша жетпей қалады деген ол жай ғана қоғамның берген шектеуші сенімі. Және сіз сол шектеуші сенімге сеніп, нанып, күнделікті өміріңізде қолданып жүрсіздер. Таңертеңнен кешке дейін ақша бітіп қалады, ақша жетпей қалатын сияқты, басқа біреулер алып кетеді, немесе басқа жаққа кетіп қалады, ақша көп кетіп қалады деген сияқты ойлар сіздің миыңызда таңертеңнен кешке дейін сайрайды. Сол шектеуші, ақшаға қатысты шектеуші сенімдердің барлығын тоқтатып, стоп деп айтып. Менде ақша бар, менде ақша жеткілікті, мен ақша таба аламын, мен қапшықтап ақша таба аламын деп сіз өзіңізге рұқсат беруіңіз керексіз. Ең бастысы рұқсат беру. Өзіңе байып кетуге, қапшықтап ақша табуға. Кейбір адамдар тіпті, білесіз бе, ақшасы болмаған адамдардың, олар қымбат дүкенге кіріп, жай ғана қарауға өздеріне рұқсат етпейді. Олар бірінші айтады, бірінші менің ақшам болсын, сосын дүкенге барам деп айтады. Бұл өмір олай жұмыс жасамайды. Жоқ. Бұл өмірде сіз бірінші кіресіз қымбат дүкендерге, аралайсыз, өзіңізді жақсы сезініп, менде бұл қымбат киімдерді сатып ала аламын деп ойлап, жай ғана кіріп, жымиып, бай адамдар сияқты қарап, шығып кетуіңіз қажет. Яғни, шығып кеткен кезде сізде мына кінә сезімі іштей болмау керек. Ештеңе сатып алмадым ғой, продавщица не ойлап қалды мен туралы, жаман ойлап қалды ма, ақшасы жоқ деп ойлап қалған болар, немесе менің аяқ киім онша емес, аяқ киімді көріп не киіп алған деп ойлады ма, деген сияқты ойларды тоқтату керек. Білесіз бе, менде дәл қазіргі таңда мен ақшаны қашықтап табам. Ақшаны қашықтап тапқаным сонша, мен дүкенге кірем ғой, қымбат дүкенге кірдім. Мен дүкенге кірген кезде кім мен туралы не ойлайтын мен хабарым жоқ, мен ойлағым да келмейді. Бірінші рөлде менмін. Мына менің үшінші өлшемім, менің көзімнің алдында тұрған. Және де бұл менің өмірім, және мен главный рөлда ойнайтын қызбын, менің өмірімнің. Менің өмірім кино, және главный рөлда мен. Және мен де режиссермін, сценаристпін, мен тек қана, басты рөлде. Сонда мен кірген кезде мен бірінші өзімнің күйімді. Менде күй бар. Яғни бір күшті бір күй, бір сенімді күй. Кірем, қарайым. Қалай қарағым келеді, солай қарайым. Яғни ананы қарайым, мынаны қарайым, материалын қарайым. Яғни қысылмайым. Қысым жоқ денемде ешқандай. Көрдіңіз бе? Шектеуші сенімде сіздің денеңізде қысым болады. Ал мен қысымсыз өмір сүруді үйрендім. Жүрек тыныштығы деген осы. Жүрегің тып-тыныш, жай ғана сен өзіңсің. Ағын күйіне еніп, қалай барсың, солай өзіңді қабылдайсың. Осылайша мен дүкенге кірем, қарайым. Маған не ұнайды? Маған, білесіз бе, маған ұнайтын зат болса екен деген сияқты менде ой болады бірінші. Өйткені көптеген дүкендерде, енді мен қазір Азияда тұрам ғой. Азияда көптеген дизайндер маған ұнамайды. Білмеймін, бір мына Европаның дизайны, бізде Қазақстан, Түркияның дизайндері әлде қайда жақсырақ Азияның дизайндеріне қарағанда. Сонда мен тіпті Пенанг аралында ең қымбат дүкенге кірген кезде мен ойлаймын, ұнайтын бірдеңе тапсам екен, маған ұнайтын бірдеңе тапсам екен деп, ананы ақтарам, мынаны қараймын, мынаны киіп қараймын. Соңында біреу үйлеспей тұрады, біреу үлкен болып тұрады, біреу біртүрлі болып тұрады, әйтеуір таппай қалам да. Таппай қалғаныма мен өзімді кінәлі сезінбеймін. Және де продавщица көмектесіп жатыр ғой маған, ананы әкеліп беріп жатыр, мынаны әкеліп беріп жатыр деген сияқты. Онда да өзімді кінәлі сезінбеймін, өйткені продавщицаның ол жұмысы. Түсінесіздер ме? Міне.
Ал тапсам қатты қуанам, әйтеуір бірдеңе таптым ғой деп та. Ал егер таппай шығып кетсем де рахмет деп шығып кетем, және ештеңе алмай шығып кеткенім үшін мен өзімді кінәлі сезінбеймін. Ұят емес ол маған. Қорықпаймын мен одан. Түсінесіздер ме? Мына ұят, қорқыныш, кінә сезімі сізді өлтіреді. Төменгі тербеліс жиектей таңертеңнен кешке дейін сізді ұстап жүр. Одан арылуды үйренуіміз керекпіз. Одан арылу үшін сізге медитациялар көмектеседі. Жүйелі түрде жасасаңыздар медитацияларды, мына ұят, қорқыныш, кінә сезімін мүлдем сіздің өміріңізде болмайды. Енді қараңыздар. Ұят демекші, ұят ол ұялатын нәрселер де бар. Егер де қате жіберсек, адам ұялады. Мен ол туралы айтып отырған жоқпын. Кейбір адамдар кез келген нәрседен ұяла береді. Ұялмайтын нәрседен ұялады. Мысалы, бизнес бастауға ұялады, ақша табуға ұялады, дүкенге кіруге ұялады. Жаңағы, егер де автокөлік керек болса, қымбат Lexus салонға кіріп, тек қарап, естін ескеуге де ұялады. Ол ұятқа жатпайды ғой негізі. Түсінесіздер ме? Мен сондай ұятты айтып отырмын. Ал егер де ұят жасасақ, енді ол өзімізге ғой енді, Сонымен, өздеріңізге рұқсат бере аласыздар ма? Шалқып өмір сүруге. Жаза кетіңіздерші. Қазақстанда ондай продавец жоқ қой дейді. Алсаң ал, алмасаң қой дейді. Окей, көрдіңіз бе, сіздің назарыңыз қазір ондай продавец жоқта. Бүкіл назарыңыздың барлығы Қазақстанда ондай продавец жоқта. Сіз оған ондай продавецке назар мән бермеуіңіз қажет. Алсаң ал, алмасаң алма деп айтса айта берсін. Сіз өзіңіздің дегеніңізді жасауыңыз керексіз ғой. Егер де мен Қазақстанда дүкенге кіріп, жаңағы қарап, ананы киіп қарап, мынаны киіп қарап, егер де продавец айтса, алсаң ал, алмасаң қой десе, мен бүйтіп қараймын да, мән бермеймін. Мен не істеуім керекпін? Қандай киімді киіп қарауым керекпін? Мен оған мән бермеймін. Мен істеймін. Сосын, егер де ол продавщица ұрысып тұрса мен айтам, менеджеріңді шақыр. Түсінесіз бе? Сіз өзіңіздің құқығыңызды білуіңіз керек. Продавщица алсаң ал, алмасаң қой деп айтса, сіз одан қашпайсыз ғой. Мән бермеңіздер ондай адамдарға. Дейсіз да, өзіңіз дегенді жасайсыз. Бұл эфир сақталады. Ертең YouTube-ға жүктеймін. Өзіме рұқсат етемін дейді. Өзіме рұқсат етемін. Ризамын. Күнде айта аласыз ба өзіңізге? Рұқсат етемін мен өзіме. Салонға барып, машинаның иісін иіскеп, мініп, қарауға мен рұқсат етемін. Мен қымбат дүкендерге баруға рұқсат етемін. Және де тіпті мына қымбат виллаға тұрғыңыз келеді ғой, виллада. Мына интернеттен қарап, сол вилланы қарауға да өзіңізге рұқсат етуіңіз қажет. Сосын рахмет сізге, уақытыңызға деп рахмет айтасыз, кетіп қаласыз, болды. Сіз ол вилланы алу үшін сіз бірінші не істеуіңіз керексіз? Сезінуіңіз керексіз ол вилланы. Содан кейін барып келеді сіздің өміріңізге. Оны сезіне алмасаңыз, бірінші ойламасаңыз, ол сіздің өміріңізге келмейді. Неге сіздер жылына 4 рет шетелге саяхатқа шықпайсыздар? Өйткені сіз оны өзіңізге қиялдауға, армандауға рұқсат етпедіңіз. Неге сіздер қашықтап ақша таппайсыздар? Өйткені сіз өзіңізге қашықтап ақша табуға рұқсат етпедіңіз. Ұялуға рұқсат етесіз өзіңізге. Жаңағы тікелей эфирге шығуға ұяласыз, күніне 10 рилс салуға ұяласыз, кәсіп бастауға ұяласыз. Ұялуға өзіңізге рұқсат етесіз. Бірақ байып кетуге рұқсат етпейсіз ба?
Мен сатушымын, небір клиенттер келеді дейді. Кез келген уақытта сіздер адамды қалай бар, солай қабылдауды үйренуіңіз керек. Баға бермей, сынамай, ойша ана адамнан мін іздемей. Не істеп тұр, не киіп алған, неменеге қайта-қайта сұрақты қойып жатыр деп та. Міне, өйткені сіз біреуге баға бергенде, біреудің мінін іздегенде, біреуді жаман деп ойлаған кезде сіздің арманыңыз орындалмайды. Бұл энергияны алдау мүмкін емес. Білесіздер ме, миллиардер адамдар, олар ешкімге бүйтіп қарамайды, немесе жаңағы ала көзбен қарамайды, немесе сен баға бермейді ешкімге. Жоқ, ондай жасамайды олар. Олар қалай бар өмір, солай қабылдайды. Минусымен адамның, яғни қабылдайды, бірақ жүрегіне алмайды. Сондықтан минус тағдырым автор медитация курсына келіңіздер. 7 желтоқсан күні біздер сабақты бастадық. Тіркелу 17 желтоқсан күні сағат 23:59-да жабылады. Бағасы 155.555 теңге тұрады. 12 желтоқсан күні ертең, 12 декабрь күні ертең Каспий жұма ашылады. 24 айға пайызсыз төлеу. Каспий жұма. Каспий жұмамен ала аласыздар ертең. Алам десеңіздер. Қазір Каспий ред бар. Егерде қолма-қол ақшаға алғыңыз келсе, бағасы да 155.555 теңге тұрады. Ал Халық банкпен алғыңыз келсе, 24 айға дейін пайызсыз бар. Халық банк телефон номеріңізді менің WhatsApp-ыма жіберіңіздер. Мен сізге қашықтан төлейтін шотты беремін. Ал егерде сабаққа қатысқыларың келсе, Каспий Pay мен ана видеоның астында сілтеме бар, Каспий Pay арқылы төлем жасап, түбіртекті және толық аты, жөніңізді, фамилия, имя, отчествоңызды менің WhatsApp-ыма жіберіңіздер, мен сіздерді бірден тіркеймін. Бұл 2025 жылғы соңғы сабақ. Үлгеріңіздер. Келесі жылы налогтың бағасы өседі деген хабар естідім. Алдағы уақытта курстың бағасы өседі. Сондықтан үлгеріңіздер. Орындар тез толып жатыр. Кім бірінші төлейді, соларды бірден тіркеймін. Ерніңізді жасаттыңыз ба дейді. Жоқ та. Өзімнің ернім ғой. Табиғи. Сабақ қанша дейді? 155.555 теңге тұрады. Кімсіз өзі дейді? Әйгерім Ермұханбетовамын. Минус тағдырым авторым курсында сіздер интуицияңызды тыңдауды үйренесіздер. Ағын күйіне енуді үйренесіздер. Эйфория. Ақша ағынын қалай ашу керек? Міне, қараңыздар, ертең бізде сабақ 7 декабрь басталды ғой, желтоқсан. Екінші тікелей эфир 14 желтоқсан күні болады. Сағат 14:00-де басталады. Екінші тікелей эфир. Осы екінші тікелей эфирде мен ақша техникаларын берем. Армандарды лезде орындайтын техниканы мен 7 декабрьдегі сабақта айтып түсіндірдім. Төлем жасап, түбіртекті менің WhatsApp-ына жіберсеңіздер, мен сіздерді авторлар арнасын тіркеймін. Авторлар арнасында сабақ сақталған. Тек сабақты ашып, конспект жазып аласыздар барлығын. Бірде-бір орындасаңыздар, міне, авторлардың нәтижелері сияқты сіздігінде де өміріңізде болады. Бұл әр адамның күші. Бізді Құдай құдіретті, қасиетті етіп жаратқан. Күшті етіп жаратқан ғой бізді.
сиқыршы таяқшамызды қолымызға беріп қойды, біздің қолымызға. Мә, сен шеш, өзің шеш, мен сен үшін шешіп отырғым келмейді, мен тек иә дей салам дейді. Көрдіңіз бе? Мен қашықтап ақша табам десеңіз, сіз иә, Құдай иә дейді. Ал ақша жоқ, ақша табу қиын деп айтсаңыз, Құдай иә дейді. Не айтсаңыз да Құдай иә дейді. Құдай ешқашан да жоқ деп айтпайды. Қымбат магазинге кіруге ұяламыз ғой дейді. Ұятты тастап кіріңіздер. Жаңа қай авторды бірінші қосам деп едім. Енді авторлардың нәтижелерін тыңдайық. Мен сіздерге маңызды нәрсе айтқым келеді. Құрметті оқырманым, сіз осы техникаларды қазір қолдансаңыздар, сіздің ертеңгі күніңіз өзгеріп бастайды. Ал қазір қолданбасаңыздар, ертеңгі күніңіз бүгінгі күніңіздей болады. Бұл физика. Мен сіздерге физиканы айтам. Мына адамның ойы шындыққа айналуы, ол физика. Мен оны ойымнан шығарып алған ештеңем жоқ. Бұл ғылыми түрде дәлелденген факт. Сондықтан қазір келіңіздер, сізге қазір өзгеру керек. Сіз қазір бастасаңыз, әлде қайда сіз алда боласыз. Табыста. Менің курсыма кез келген адам қатыса алады. Кез келген жұмысыңыз бар ма, жоқ па, бәрібір. Лина ханым, қосайын сізді тікелей эфирге. Қабыл алыңыз. Тағы кімді қосайын? Мені дейді. Окей. Қазір жандарым сол. Ақзер ханым, 78-78. Қосайын сізді. Ең бастысы қалауларым жақсы орындалып жатыр. Біздер Ақтауға барғанда тойға тоже. Сосын жолдасым жұмыстан жібермейтін болып жатты. Алдында қалауыма жаздым. Бәрін қалай жаздым? Тура солай болды ғой. Жұмыстан жіберді, без проблем. Бірақ мен деген бүкіл парфюм нелерді салып бардым ғой жаңағыдай. Бізден ештеме тексерген жоқ та. Қасымдағы досымыздың бәрін алып қалды жаңағы нелерін. Мә деп келатқанда мүлдем тексерген жоқ деп жазып жібердім. Вообще өлшеген де жоқ, тым тексерген жоқ. Екінші қалауым балам Астанада. Сосын жолдасым айтамын ғой, балама барып келейін, 18 жас. Жолдасым айтады, жоқ, ер баланы олай етпе. А мен қатты қаладым, алдында жаздым. 3-4 күн бе өтті. Мен жұмыста жүрсем маған айтады, командировкамен Астанаға билет бәрін өздері алып берді, өздері төледі. Мен ана жерде секіріп жатырмын, қуанып. Жаңа айтайын деген туған күнді күшті тойладық қой. Сол жерде подарок бермей ма маған? А мен неге жаздым? Брендовый сумка. Ана сумканы көргенде мен вообще шок болдым ғой. Мә, көзінен жас кетті ғой. Еще куртка жазған. Куртка сол. Қуанғаным сондай. Сосын автобустарға мінсем, ойлап тұрам қазір. Мен кірем, орын болады, отырам. Кірсем орын, отырам. Қызымда да жаңағыдай проблема болып жатады. Тұрмайды мектепке. Оны да жаздым, өзі тұрады. Мә бір күні қарасам, өзі тұрып жүр жаңағыдай. Даже кредит тоже төлейтін ақшамыз болмай жатыр. Оны да жасадым, отырып алып. 3 айға не түсінішті бер, мә 3 айға дейді жаңағыдай. Каникул. Мә мен прямо қуандым. Алғысым шексіз, рахмет сізге. Папамнан айырылып қалғанмын, 40 болды. Сіздің сабағыңызды ойлаған жоқпын, кәдімгі кредитке алдым. Мен содан кейін есімді 1 айдың ішінде жиып алдым. Жолдасыммен де арам онша болмайтын. Кәдімгі балалармен өйткені мен стресске түсіп кеттім да қатты. 1 айдың ішінде жазғандарым бәрі жай-жайдан орындалып жатыр ғой. Күйеуім өзі подарок берді, ақшалай. Осының өзінде қазір тиктогым бар, инстаграм бар, бәрін жүргізіп
өлеңдер шығарамын ше, қазақина өлеңдер келеді маған, жыраулар келеді домбырамен. Сол бәрін қазағым менің мықты бола, рухым биік, қазақтың түспесін деген. Соның бәрін өзіме өзі айтып кеттім ғой, жаңағы ағым күй кетті. Сонда халықтың бәрі айтады ғой, сен мынаның бәрін өзің айтып жатсың ба дейді. Ұлым өзі домбыра тартады, өзімен өзі күйлерді үйреніп жатыр. Жолдасым өзінен өзі тыныш. Кішкентай ғана ауылда тұрамыз ше біз. Маған сенбейтін адамдар. Қазір мен осы сабақты алғаннан кейін ол кісілер маған бүйтіп қарайды ғой, типа. Сонда адамның мына мықтылығынан қалай болса солай сөйлемейді екен ғой. Бұрын бастығым маған ұрса беретін, бастығым да сөйлемейді ғой олай. Bir күн айтады да, Индира, балаларың ауырып жатыр ғой, сағат мынандай уақытта кел жұмысқа. Сен балаларыңды қарап дейді ғой маған. Мен шок, мен ұрысып қала беретінмін бұрын бастығыммен. Бастығым қазір менің кәдімгідей қолдай. Бір ай алғаным күшті енді. Содан мына сіздің сабағыңызды алған кезде маған кітап жаз дейді. Артыңнан қалатын тарих таңдаған кезде бүкіл мына қазақтың бойына жаман ойдың бәрі кетіп, адамдар емделеді деген. Қаншама психология сабақ оқыдым, мен ешқашан мындай сабақ көрмеппін. Мен қаншама сабақ оқып тастадым. Нәтиже бірде-бір ғой. Сондықтан ханымдар, ойланбаңыздар, алыңыздар. Рахмет сізге. Шыққаныңызға көп рахмет, келіскеніңізге. Ағзира ханым, Жансая 2858, мен шығаршы Ағзира атым апамын дейді. Ағзира ханым, мен сізді қосайын. Қазір. Ойланбастан сіздің негізі сатып алдым. Бір аптадан кейін мен Астанаға кеттім, ауырып, кішкене аяқ. Сонда прям танымайтын бір врач келді, мені деген прямо анда бар, мұнда бар деп бәрін нетті осы сабақты алғаннан кейін. Содан кейін мен Астанада емделдім. Сосын қанша тұрға бардым, қанша тұрға 5 қалауымды жазғанмын. Мен өзіме күшті пастель аламын деп, прямо Зарада күшті керемет пастель алдым өзім үшін деп. Сосын келін маған әдейі костюм подарок етті. Үйге келсем, келін тоже подарок жасап жатыр. Содан кейін 31-ші қазан күні прям ақша техникасын жасағанмын. Сонда менің шотыма 4 миллион ақша түсті. Өзім соны жасадым. Ертесіне жолдасым барды, квартира сатқам, сенің атыңа салам депті. Маған кәдімгі түрде салған ғой. Күшті ғой, керемет. Мен де жаңағыдай медитация жасамасам мен жүре алмаймын. Күні-түні соны жасаймын постоянно. Прям өзгерістер молодец шығып жатыр. Сіздей қыздар көп болсын ал. Естідіңіздер ғой, біздердің ақша техникалар қалай жұмыс жасайтын. Жасасаңыздар жасайды. Сондықтан 14 желтоқсан күні сағат 14:00-де мен ақша техникаларын айтам. Келіңіздер. Сабақтың бағасы қанша дейді? 155.555 теңге. 31 тамыз күні сабақты алған автор. Кім бар 31 тамыз күні сабақты алған авторлар бар ма? Солар шықсын бірінші. Олар жаңа жазып еді негізі маған. 31 тамыз күні. Мен 31 тамыз күні сабақ алдым деп жаза кетіңіз. Шолпан ханым мен дейді. Шолпан ханым, қазір мен сізді қосайын. Ізбасарова Шолпан ханым. Қостым. Шолпан ханым. Әйгерім ханым, қараңыз, бір мешок, не деп ойлайсыз? Ең мықты маманы деп жазғам ғой. Каждый коронадан 1 миллион теңгелік сыйлық берген еще қызыма. Қараңыздар, армандар орындалады. Бағана тадыр хатыма жазғам ғой қызымды. Қызымды кішкентайына сен королевасың деп айтады. Мінекей қызым королева. Сабағыңыз өте керемет, мінекей. Қалаудағы техника жасағаныз қызымын туған күніне мынандай Pro Max подарка жасады қызым туған күніне. Өз достары. Мінекей қараңыз. Мынандай сумка қалауға жазған қаншама қалауларым орындалып кетті. Мисс Қазақстан соған қатысын өткенде Мегада жүрген, сол кезде жолда тоқтатты, қатысыңыз деп. Қызым бірақ ойланып жатыр. Басқа да нәтижелер көп өте. Өзіме де қанша туған күніме қанша сыйлықтар, гүл алып қызым екеумізге, қызымны ақ где-то өтірік айтпаса 200-ден асатын роза гүл мен салғам өткенде. Біліміңізге рахмет. Қазақ халқына айтам, алыңыздар. Рахмет сізге, Әйгерім ханым. Сізді қатты жақсы көрем. Вау. Мүмкін біздер
болашақ мисс Қазақстанның жаңа ғана анасымен сөйлестік. Егер де қызының қалауы сол болса, ол орындалады. Міне. Жанар, 1 қыркүйекте алдым, мені қосыңызшы дейді. Жанар ханым, қостым сізді. Қабыл алыңыз. Күшті, енді бізде күшті жаңалықтар, қалауларыңыздың барлығы орындалып жатыр. Менің қызым жалпы бар ғой, кішкентай қызым сабақ оқымайды. Жасы 9-да, оқысы келмейді, содан өзім жаздым да, біздің салаңызды алған кезде. Осы жақында айтады, мен ютубтан көшірмейтін болдым енді деп. Не болды десем, бізге рұқсат бермейді, апай мен енді өзім оқимын, өзім есептің бәрін шығарамын деп өзі талпынып шығарып жатыр, есебін оқып та. Тағы да бір қалауға жазғанмын. Машинаны сатып жібердік та, сосын жолдасым шетелге машинаға заявка берді. Жаңа ақшамыз жеткен жері қайныма айтты, 40-тық Камри алып келе ғой деді. Почему-то 2014 жылғы 50-лік Камри деп жазып қойдым да алауыма. Ана қайным дейтін 50-лік Камри әкелдім дейді. Алдым сендерге деп. Ауылға келгенден кейін наурыз нешінші жылғы Камри десем 2014 жылғы дейді ғой. Дәл қалай қалауға жаздым, дәл солай да тағдыр хатына жаздым да. Менің күйеуім 5 миллион теңге табады депті. Жазғаннан кейін 1 айдан кейін договорға 5 миллион теңге деп бізде 2 айдыққа қосып беретін болған. Бірақ 4,5 миллион теңге бізге түсті. Кәдімгідей ойлағанымдай болды да, мен жазғанымдай барлығы да. Сізге алғысым шексіз енді. Рай тәттілері, мені қосыңызшы дейді. Әрине қосамын сізді. Әрине қосамын сізді. Қалай қоспаймын сізді? Сіздің сабағыңызды енді супер. Қандай техника жасаймын, сіздің айтқаным. Мына бриллиантты бүгін жоғалтып алдым. Енді күн жаққа іздедім, таба алмадым. Іздеп жүрмін наборды. Сосын сіңілім айтады, армандар техникасын жасап жібермедің ба? Енді қараңыз, бір коробкаде шаш алатын машинканың ішінде салып жіберген немере. Ол коробканы күйеуім жолдасы алып кетеді. 2 күн сояқта қонып, бүгін таңертең әкеліп тастады мана түртті да. Сосын отырдым да, армандар орындалады техниканы істеп жіберді. Bir уақытта күйеуім аяқтан келді да, настроение болмай отыр еді ғой. Мына коробканы қарадың ба дейді. Ол деген бүгін келді ғой, неше күннен бері жоқ дейді. Мына Сақина тұрғы мына ішінде деп алып беріп жатыр. Мен айтамын, бірәм деген бар ғой. Қаншама сабақ алып жатырмын, бірақ нақты мынандай медитациямен, мынандай техникалармен, мына сабақ деген супер. Ақша техникасын бүйтем ғой. Айттым ғой да сізге, 2-ші үлкен кафені аштық деп. Қалай жаздым, мама, достық кафесі біз алдық деп. Вау, армандар орындалады. Соның ішінде менікі. Не жазам, не оқимын, бәрі орындалып жатыр ғой. Рахмет, сау болыңыз. Бүгін өз ойлаған үй алдық, Айка ханым дейді. Құтты болсын, Алия ханым. Құтты болсын. Окей, кім қатысады? 31 тамыз күні, сосын қыркүйектің басы алған авторлар бар ма? Менде мықты жаңалық бар дейді. Ақша техника сатылымда бар ма дейді. Ақша техника сатылымда бар, бағасы 155.555 теңге тұрады. Қымбатты жаңадан келген оқырмандарым. Ақша техникасын, армандарды лезде орындайтын техниканы мен бөлек сата алмаймын. Неге? Өйткені олар орындалу үшін сіздер мына толық курсты өтуіңіз керексіз. Жүректеріңіз тынышталу керек. Айтпесе олар нәтиже бермейді. Сіздер, мен өз тағдырым авторым курсына сіздер нәтиже алу үшін келесіздер. Және бұл нәтижені сіздер жастарыңыз 90-ға келгенше дейін жасайсыздар техникаларды. Бірде-бір орындалады. Көрдіңіз, жаңа автор айтты ғой, сәуірде алды сабақты. 4 ай, 6 ай уақыт мерзімі өтіп кетті оның. Бірақ мерзім өтіп кетсе де, ол техникаларды әлі күнге дейін жасап жүр. Сондықтан жұмыс жасап жатыр. Көрдіңіз бе? Сізге нәтиже керек. Мен сізге ананы кішкентай сатып, ақша техникасын бөлек сатып, армандарды лезде орындайтын техниканы бөлек сатқым келмейді. Мен өткені білем. Одан нәтиже шықпайтын. Сізге, білесіз бе, түпкі білім керек. Түп сананы толықтай тыныштандыру керек. Жаңа бағдарлама жазу керек. Интуицияңызбен тілдесуіңіз керек. Әйтпесе сіз қателесесіздер. Оның пайдасы болмайды. Бөлек сатсам. Сондықтан курсқа келіңіздер. $155.555 теңгенің ішінде қандай сабақтар қамтылған дейді. 5 тікелей эфир болады, әр тікелей эфир 3 сағаттан.
26 медитация берем. Ішіне қандай сабақтар? Интуициямен тілдесу, ағын күйіне ену, ақша техникалары, армандарды тезде орындайтын техника. Мына миллиардерлердің күнделікті ойлау жүйесін беремін сіздерге. Олар қалай ойлайды, қалай тұрады, қалай тыныс алады, қалай не істейді олар. Соның барлығын терең түсіндіріп айтып беремін, және де өздеріңіздің ең бастысы шектеуші сенімдеріңізден арыласыздар. Шектеуші сенімдерден арылмай, сіздер ешқандай сәттілікке жете алмайсыздар. Бұл мүмкін емес. Бұл мен сіздерге физиканы үйретемін. Сосын қалай қиял шындыққа айналатын, оның да формуласы бар. Кез келген ой қалай энергиядан материяға кіреді. Соны анық түрде түсіндіріп беремін, және оны армандарды лезде орындайтын техника, ол бірге тәжірибелейміз сабақта. Армандарды лезде орындайтын техниканы. Жамал Рахиля ханым. Сізді қосайын. Жамал Рахиля ханым. Қабыл алыңыз. Бәрі күшті, керемет болып жатыр. Ең бірінші қалауымда Норка пальто деп жазған едім. Шүкір пальтомды алдым. Жолдасым Каспийіне Порты банктен айлығы түскен ғой. Сөйтіп оны өзінің Каспийіне лақтырамын деп, біреудің Каспийіне лақтырып жіберген ғой. Ақшасын 150 мыңда. Болмаған айтты. Ал одан кейін не істейміз енді деп, мен оны 14 күн жаздым. 15-ші күні жолдасым сол ақшаны салып жіберіп тұр ғой менің Каспийіме. Бұл қандай ақша десем, ол кісінің өзі қайтадан менің күйеуімнің есін алған ғой. Ақшаны салып жіберіп тұр дейді ғой. Сол ақшаны алдық. Мен толықтай қарыз кредиттерімнен жаптым, толықтай құтылдым деп жаздым. Бір айдан кейін үлкен балам ақша сап тұр ғой, кредит жабыңыз деп. Сөйтіп бір кредитімді жаптым. Одан кейін екінші кредитімді екінші балам бүгін жаптық. Мурашки күшті болып жатырмыз. Сабағыңыз өте тамаша, ұнады маған. Рахмет көп сізге. Сабира ханым. Қазір тауып алайын ішінен Сабира ханымды. Сабира ханым, мен деп жаза кетіңізші, мен сізді қосайын. Не дәптер түсінбедім дейді. 3 общий тетрадь алып келесіздер сабаққа. Жазамыз, бәрін жазамыз, конспект жазамыз, сабақты конспект жазамыз. Сабира ханым, мен деп жаза кетесіз ба? Өтініш. Мен сізді қосып жіберейін. Таптым сізді. Қосайын. Қостым, қабыл алыңыз. Мен тікелей эфирінің атын келесіде Мурашки деп атамасам. Мурашкиге қош келдіңіздер деп. Күшті ғой мынау дейді. Так, Сабира ханым. Шыға алмай қалдыңыз. Қайтадан қосып көрейін сізді. Шыға алсаңыз. Қосылмай жатыр дейді. Сабира ханымда қосылмай жатыр. Тағым бар. 31 тамыз күнін алған, қыркүйектің басында алған. Тағы жіберіңізші дейді Сабира ханым. Тағы жібердім. Қабыл алыңыз. Содан кейін Жаңылсын ханымды қосам. Не может присоединиться деп жатыр. Жаңылсын ханым, мен сізді қосайын. Қабыл алыңыз. Женя Мустафина.
Бірінші нәтижені, когда бірінші сабақ болғанда, сонда болды менің нәтижем. Ләзде орындайтын техникада. Мен қаладым алтын алқа. Сол алтын алқаны маған сыйлыққа берді. Ақша техникасында ақшалары тым деп келіп жатыр каждый раз. Сосын қызына вообще тренер, аяғында аллергиясы болды. Тағдыр хатыма жаздым. И действительно, вот прямо тап-таза болды қазір аяғы. Уже аллергиясы жоқ, хорошо прям. Қызының тоже бәрі қармандары орындалып жатыр. Ұлым оған машина сыйлады. Потом өз ойлаған барлық подаркалар келеді. Сондай нәтиже көріп жатыр. Рахмет сізге. Көп. Сабира ханым, қазір мен сізді қосайын тағы да. Сабира ханым, сізді тағы да қосып көрейін. Күшті. Мен айтайыншы, дейді. Гүлфай ханым, Гүлфай 81. Сіз қашан сабаққа қатыстыңыз? Сабаққа қашан қатыстыңыз? Сол күнін жазып кетсеңіз, мен сізді қосайын. Отклонила дейді. Сабира ханым шыға алмай жатыр. Күте тұрайық. Қуаныштың көз жасы ғой, дейді. Я. Лина ханым. Қайдасыз, Лина ханым, қосайын сізді. Неге қосыла алмай жатырмын, дейді. Сабира ханым, мен запрос жіберген кезде отклонила деп тұр. Мүмкін қайтадан қазір басып көрейін. Сіз дұрыстап қайтадан көріңіз. Я, қазір. Сабира ханым, міне. Запрос жібердім. Қайтадан көріңіз. Сабақ қалай өтеді, дейді. Бұл топтық курс. Топта 500 адам бар. Авторлар арнасына сізді тіркеймін. Сонда сабақтың барлығы бар. Бірінші тікелей эфир сақталған. Бізде әлі 4 тікелей эфир бар. Екінші тікелей эфир 14 желтоқсан күні 14:00-де басталады. Келесі жексенбі күні алдымыздағы. Содан кейінгі сабақ, одан кейінгі жексенбі, содан кейінгі сабақ 4 қаңтар болады. Одан кейінгі сабақ 60 күннен кейін берем. Яғни сіз барлық берілген ақпараттарды, медитацияларды қорытып, конспект жазып, бүкіл тапсырмаларды бірде-бір орындасаңыздар, нәтиже күттіртпейді. Гүлжамал ханым, қосайын сізді. Қабыл алыңыз. Отбасым жағдайда кішкене қиындықтар болып жүрген, соны тағдыр хатыма жазу арқылы қатынасымыз жақсарып, отбасым жақсы болды. Өміріміз басқаша, өмір сүру, оказывается, очень просто, өзіміз усложнять етеді екенбіз. Сабақтардан соны түсіндім. Қорқыныш жоқ қазір менде. Уверенность пайда болды. Кәдімгідей уверенность пайда болды. Қуаныштық жағдайлар көп болып жатыр. Армандарды лезде орындайтын техниканы тоқтамай қолданамын ғой. Армандайтын ана үлкен 1,5 метрлік, 25 штуктық букет роза аламын деп жаңа қалауыма жазып жүргем ғой, соны жақсы көремін деп. Соңғы уақыттарда кез келген мейрам болсын, туған күн болсын, жолдасымнан болсын, достарымнан болсын, тек қана сондай гүл алатын болдым. Қалауларым орындалып тұр ғой. Сондықтан қыздар, біз көп нәрсеге жете аламыз. Сондықтан осы Әйгерім ханымның сабағын алсаңыздар, өкінбейсіздер. Рахмет, Әйгерім ханым. Сабира ханым, сізді қайтып қосып көрейін ба? Қазір мен Сабира ханымды көрейін. Оқырмандарымыз Сабира ханымды іздеп жатыр. Сабира ханым, қайдасыз деп. Қазір. Қабыл алыңыз. Запрос жібердім.
Әйгерім, фамилияңыз кім дейді? Фамилиям Ермұханбетова. Қаңтар айынан алсам бола ма дейді. Тіркелу 17 желтоқсан күні 23:59-да жабылады. Сабақтың бағасы 155.555 теңге. Каспий жұма 12 желтоқсан күні ашылады. Қазір 1 сағаттан кейін ашылады Каспий жұма, алам десеңіздер. Не может присоединиться дейді. Ая чудо крем тарас. Мен қосылайын дейді. Қосайынызда. Сосын Орынгүл ханымды қосам. Орынгүл ханым 65. Құрметті оқырмандарым, соңына дейін тұра тұрыңыздар. Қазір мен сіздерге өмір қалай жасалғанын көрсетемін соңында. Орынгүл ханым, мен сізді қосып көрейін қазір. Дайын болсаңыз. Ал қостыма, қабыл алыңыз. Мен негізі денсаулық үшін алған едім. Мен ұйықтай алмаймын, давление, әйтеуір жасымыз ұлғайып келе жатыр ғой, сонда сіздің анау медитацияңызды қосқаннан ұйықтаймын. Кейін барып қарасам, ана сөздің бәрі кәдімгі сабақ екен. Мен ұйықтап қалам, қор етіп, ұйықтағаныма мәз болам да. Барлық хатымда мен денсаулық жайлы, денсаулығым, давлением тұрақталды, ұйқым күшті, запор деген бәле бар, неше жылғы запордан құтылдым, сабырлы болдым. В общем, бәрі жазып, бәрі болып жатыр. Техниканы орындаймыз да, билет жоқ кезде, жолға шығатын кезде билет болып қалады ғой. Енді мен шуданма, мен түсінбей қалдым. Оңай болып қалды ше, барлық. Бұның алдына талай психологтардың әңгімелерін тыңдадық қой, бірақ нәтиже болмады да. Қарызымды сұрай алмайсың ғой, кейде беріп аласың. Сол сұрай алмағанды жазған ғой. Өздері әкеп берсін, кешіктірген үшін кешірім сұрасын, рахметін алғысын айтсын деп. Ну надо же, тура сондай күткенің үшін рахмет деп әкеп берді жатыр да енді. Өтпей тұрған заттарым бар еді, оның өзінен өзі өтіп кетті. Өте ризамын. Рахмет сізге көп. Әйгерім ханым, менде телеграмда чат жоқ болып кетті, тағы да қайтып қосасыз ба дейді. Әрине қосамын. Айна ханым, менің WhatsApp нөміріме хабарласыңыз. Әрине сізді қосамын. Егерде қандай да бір жағдаймен телеграмнан шығып кетсеңіздер, немесе өшіріп алсаңыздар, телефоныңызды ауыстырып қосылмай қалса, менің WhatsApp-ыма хабарласыңыз, мен сізді бірден сабаққа қосам ғой. Иә? Кім шығам дейді? Зейнеп Сабырза ханым. Қабыл алыңыз. Мен енді дейді. Гүлфай ханым, мен сізді қосам қазір. Егерде қосылмаса. Гүлфай ханым, мен сізді қосайын, қабыл алыңыз. Сосын Зейнеп ханымды қосам. Гүлфай өз ханым. Ал, қабыл алыңыз.
Гүлфайрус ханым. Yes. да тез орындайтын техниканы пайдаланамын көбінесе. Орындалмайтын арман жоқ. Бірақ сіз сияқты қалай орындалу керек жолын ашып, ешкім түсіндірген емес. Сол үшін сізге ризамын. Енді медитацияларыңызды жүрегіңізге тыныштық орнайды ғой, сол кезде арманның барлығы орындала береді. Рахмет сізге. Бірінші рет қатысып отырмын. Қандай сабақ дейді? Мен өз тағдырымның авторымын деген медитация курсы 17-ші тіркелу 17-ші желтоқсан күні 23:59-да жабылады. Бұл 2025 жылғы соңғы сабақ. Бағасы 155.555 теңге. Каспи жұма қолма-қол ақшамен төлесеңізде бағасы 155.555 теңге тұрады. Менің WhatsApp номеріме хабарласыңыз, толық ақпарат алу үшін. Толық ақпаратты сізге жіберемін. Енді келесі. Келесі. Енді номер айтыңызшы дейді. Менің телефон номерім +7 777 222 1111. Енді бүгінгі кеш авторларға көп рахмет. Шынымен де мурашки тікелей эфир болды бүгін. Мен сіздерге қазір сіздерге қалай өмір қалыптасатынын түсіндіріп өткім келеді. Мынау біздің бүгінгі күн, мынау біздің ертеңгі күн. Мынау бүгін мен өзім туралы айтайын. Мынау бүгін мен. Мынау ертеңгі Әйгерім. Мынау бүгінгі Әйгерім. Және де бүгінгі Әйгерім ертеңгі Әйгерімге бір-біріне ұқсамайды. Неге? Өйткені бүгін мен мысалға айтып жатырмын, менің шектеуші сенімім бар делік. Ақша келу қиын деп ойлау мүмкінмін. Немесе ақша өтіп қалады деген шектеуші сенім бар ғой бізде. Сол шектеуші сенімді бүгін ойлай берсем, ақша бітіп қалады деп. Міне, минус, Бүгін мен ақша бітіп қалады, ақша жетпейді, ақша табу қиын деп ойлай берсем, мынаны ақша бітіп қалатын, ақша жетпей қалатын. Ертеңгі күнімде де менің ақшам бітіп қалады, ақша болмай қалады, ақша жетпей қалады. Ертеңгі күнім қалай бүгін ойладым, дәл солай менің ертеңгі күнімде қалыптасады. Менің ертеңгі күнім бүгінгі сезінген ойларымның нәтижесі. Міне, ал егерде мен бүгін тағдыр хатымды жаздым, оны таңертең және кешкісін сезіммен оқыдым делік. Мысалы, жылына 4 рет шетелге саяхатқа шығамын деп. 30 күн бойы таңертең және кешкісін сезіммен оқығаннан кейін, мен бүгін оқыдым ғой. Ертең, яғни болашақта, мен жылына 4 рет шетелге саяхатқа шығамын. Ертең дегенде мына болашақ, шығамын. Ертең шығу үшін мен бүгін тағдыр хатымда таңертең және кешкісін сезіммен оқуым қажет. Ертеңгі күнім жақсару үшін. Егер де мен бүгін оқымасам тағдыр хатымды, ертеңгі күнім қандай болады? Міне, 0. 0 деп айтайын. Бүгін 0 тағдыр хатын оқыдым делік. Ертеңде де 0 болады. Ешқандай өзгеріс болмайды. Өйткені бірінші ертеңгі күнім өзгеру үшін мен бүгін тағдыр хатымды сезіммен оқуым қажет. Болды, бұл физика. Қиял шындықты тудырады деп Альберт Эйнштейн айтты бізге. Мен өз тағдырым авторым курсында мен сіздерге физиканы көрсетем. Қалай арман лезде орындалатын. Қалай кез келген ой шындық. Келесі сәтіңіздің сценарийін жазып жатырғанын, сіз оны байқамай жасап жатырсыз, бейсаналы түрде. Саналы түрде ақша болғанын қалайсыз, бірақ бейсаналы түрде өзіңізге рұқсат етпейсіз байып кетуге. Ана вилланы қарап келуге, немесе Lexus центрге барып, Lexustың рөліне отырып ескеуге рұқсат етпейсіз. Көрдіңіз бе?
міне енді молшылық чегі дейтін бар бізде. Біздер әр ай сайын молшылық чегін жазамыз. Бүгін мен молшылық чегін оқыдым ба? Сезіммен таңертең және кешкісін 30 күн. Ертең мен молшылық чектегі соманы алам. Ал егер мен молшылық чегін оқымасам, ертең менің өмірімде ол ақша болмайды. Қайдан болсын, өйткені мен оқыған жоқпын. Бұл өмірде бәрі 2 рет болады. Бірінші мида, содан соң шынайы өмірде. Бірінші біздер қалаған өмірімізді жазамыз, оқимыз, сезінеміз, сосын барып ол біздің өмірімізге келеді. Біздің ойымызға келмеген нәрсе біздің өмірімізге келмейді. Өмір солай қалыптасқан екен. Құдай бізді сондай етіп жаратқан. Яғни Құдай айтады бірінші, сен бірінші арманда дейді. Сосын мен саған берем. Сен күнделікті нені армандап отырсың? Міне, сәтсіздікті армандайсыз ғой сіздер таңертең кешке дейін. Жаман болып қалса, күйеуім измена жасаса, балам сабағын оқымайды деген сияқты сіздер күнделікті жағымсыз нәрселерді таңертеңнен кешке дейін аффирмациялап отырсыз, бейсаналы түрде. Сіз оны саналы түрде оны ойлап отырғаныңызды түсінбейсіз. Көрдіңіз бе? Сол үшін ертеңгі күніңізде күйеуіңіз сізге измена жасайды, балаңыз сіздің айтқаныңызды тыңдамайды, ақша жоқ, бір тығырық айтыр. Ол тығырықты тоқтату үшін сіздер бірінші тағдыр хатыңызды оқуыңыз керексіз. Міне, тұрақты түрде, жүйелі түрде. Сізге мотивация керек емес. Сізге жүйелік керек өмір өзгеру үшін. Сол жүйелікті мен курсымда берем. Сіз жүйелік үшін, жүйелі түрде жасау үшін келесіз курсқа. 4 айға доступ беріледі. Осылай тікелей эфирге шығып 2-3 минутқа нәтижеңізбен бөліссеңіздер, нәтиже аласыздар егерде жүйелі түрде жасасаңыздар. Нәтиже күттіртпейді сізді. Нәтижеңізбен бөліссеңіздер, мен сізге тағы да 2 айға созып берем. Сонда сізде 6 айға доступ болады. Ровно 6 айға. 6 айдың ішінде сіз әбден мына сабақты жаттап алғаныңыз сонша, сізді түнгі 3-те оятып, армандарды лезде орындайтын техника қандай деп сұрасам, сіз ұйқылы ояуда маған айтып бере алатын жағдайға жетуіңіз қажет 6 айдың ішінде. Неге 6 айға беріледі? Өйткені мен сіздің 7-ші айда шектеуші сенімдермен өмір сүргеніңізді қаламайм. Өйткені шектеуші сенімдермен өмір сүрсеңіз, міне, ертеңгі күніңізге сол шектеуші сенім келеді өміріңізге. Өйткені соны сіз өзіңіз ғой айтып тұрған. Көрдіңіз бе? Жарқын болашақты қаласаңыздар, келіңіздер. Міне. Оп-оңай бәрі. Тек менің айтқанымды бірде-бір жасайсыздар. Конспект жазып ал дедім ба? Конспект жазып аласыз. Конспект жазбадыңыз ба? Нәтиже жоқ. Неге нәтиже жоқ? Өйткені сабақты түсіну үшін сіз қайта-қайта қарайсыз. Қайта-қайта. Біздер тәжірибелейміз. Бұл жерде тәжірибе бар. Міне, медитациялар арқылы миыңызды тыныштандырып, мына шектеуші сенімдер бізде таңертеңнен кешке дейін көп қой. Соны қалай тоқтатамыз шектеуші сенімдерді? Медитациялар арқылы. Медитация тыңдаған кезде шектеуші сенімдерді медитация қалай көмектеседі шектеуші сенімдерге? Қараңыздар. 30 минутқа менің бір медитациямды құлаққап киіп тыңдаған кезде, сіз менің дауысымды тыңдайсыз ғой медитацияда, менің медитациямды тыңдаған кезде, сіз 30 минутқа шектеуші сенімдеріңізді ойламайсыздар. Тоқтайды шектеуші сенімдер. Өйткені білесіздер ғой, шектеуші сенім дейтін аузын жаппайды сізде таңертеңнен кешке дейін әйтеуір бірдемелерді айтады да тұрады. Анау да шектетеді, мынаны да шектетеді. Ақша болмай қалса, кредитім төлей алмай қалсам, қызым менің айтқанымды тыңдамаса, күйеуіміз мені жазаса, жаңағы біреу мені кемсітсе, біреу жаңағы ұялып қалсам, кінәлі сезініп қалсам, неше түрлі қорқыныш сезімдер өте көп қой біздер таңертеңнен кешке дейін. Көрдіңіз бе? Соның барлығы шектеуші сенімдер. Біздер тоқтатамыз бұны. Медитация тыңдаған кезде 30 минут құлаққап кидіңіз ғой. Менің даусымды тыңдаған кезде сіздің миыңыз шектеуші сенімдеріңізден 30 минут үзіліс алады. Сол 30 минут үзіліс алған кезде, жаным, сол сіздің миыңыз тынышталады. Білесіздер ме, сіздердің әр жасушаңыз, денеңіздегі әр жасушаңыз бар ғой, сізді естиді. Бейсаналы, саналы бүкіл ойлағаныңызды, сезінгеніңізді естиді.
әр жасушаңыздың құлағы бар. Және ол құлақ қалқан құлақ. Міне, естейді. Құлағы қалқиып естейді әр жасушаңыз. Сіз не айтасыз өзіңізге таңертеңнен кешке дейін? Өзіңізді кемсітесіз ғой. Мен лайықты емеспін, кім береді маған, қайдағы, жасай алмай қалсам, жаман бірдеңе болып қалса. Ол кемсіту ғой, өзіңді кемсітіп жатсың ғой. Сонда сіз өзіңізді кемсіткен кезде, шектеу сезімдерді ойлаған кезде, сіздің жасушаларыңыздың құлағы қалқиып тыңдап отыр ғой, айтқан сөзіңізді. Деп, жасушаңыз сіз не айтасыз, аузыңыздан қандай ақпарат шығады, соны жасайды. Түрсанаңыз сіздің адал қызметшіңіз. Аузыңыздан не шығады, немесе ойша не ойлайсыз, соның барлығы мақұл дейді. Қазір жазып аламыз, жасаймыз. Сондықтан сізде табыс жоқ, сондықтан сізде кредит бар. Өйткені сіз кредитсіз өмір сүру мүмкін деген сөзді соңғы рет қашан айтып көрдіңіз? Окей, сөзді айтпасаңыз, қашан өзіңізге соңғы рет кредитсіз өмір сүре аламын деген ойды ойлауға рұқсат еттіңіз? Айта аласыз ба? Қанша уақытта результат болады дейді. Қаншалықты жиілі түрде жасайсыз, соншалықты лезде орындалады армандар. Жиілік керек, жүйелік керек бізге. Жаным сол, Надин ханым. Туф, Сабира ханымды тыңдаймын деп 2,5 сағат отырдым дейді. Сабира ханым, сіз барсыз ба мында? Қосып көрейін бе сізді соңғы рет? Маған запрошы беріңізші дейді. Ура. Сабира ханым, запрошы бердім, қабыл алыңыз. Тыңдайық Сабира ханымды. Бірінші үш қалауым өзіме қызметтес адамдарменен жақсы қарым-қатынас орнатсам екен деп тіледім. Қазір действительно жақсы қарым-қатынастамыз. Даже бірге фитнеске барып жүрміз, прям групповой болып. Одан кейін екінші балам сәл жалқаулау еді. Сабаққа вообще қызықпайтын. Соны жазған тұғымын. Бірақ сабағы жақсы болып кетті. Содан жақсы балдар алып жатырмын. Өзі оқиды, оған оқы деп айтпаймын да. Бәрі осы жазғандардың арқасында болып отыр. Мен інім өте денсаулығы нашар, бүйрек жетіспеушілігіменен аппаратпен ғана күн көріп жүр да. Жеңіл сезінеді деп сөйтіп жазғанмын ғой. Қазір інім айтады, бұрынғыда ауырмаймын дейді. Дәлізден шығам, рахат жеңіл болып шығамын деп айтып жүр. 5 затты жаздым ғой, содан норковый шуба жазғам. Норковый шуба алдым. Салоннан машина аламын деп айтқан жазғанмын. И салоннан машина алдым. Әлем ғажайыпқа толы деп айтасыз, сол рас екен ғой. Рахмет сізге көп. Құрметті оқырмандарым, көп рахмет сіздердің қолдауларыңызға, әр жазған комментарийлеріңізге бәрін оқып отырмын. Көп рахмет сіздердің қолдауларыңызға. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңырауды басып, достарыңызға, жақындарыңызға жіберіңіздер. Күшті. Зейнеп ханым, қосайын сізді. Зейнеп ханым, қостым сізді, қабыл алыңыз. Медитация бірінші тыңдағанда басқаша дейді. 10-шы тыңдағанда басқаша дейді. Я. Басында енді назар шашырағаннан ғой, бұның барлығы, я. Бағдарламаланған адамның назары шашыраңқы. Енді ана ой ойлайды, оны ой көп қойып көрдіңіз бе? Сондықтан адам ең алғашқы рет медитация тыңдап құлақ қапты деген кезде медитацияны тыңдап отырмын дейді, бірақ басқа ойларға кіріп кетеді. Басқа ойларға кіріп кетсеңіздер, ол жаман емес. Сіз назарыңыз шашыраңқы болғаннан басқа ойлар кіріп кетіп жатыр. Ең бастысы сізге жүйелі түрде медитациялардың барлығын тыңдап бітіру керек та. Сонда ғана сіз бір тыңдайсыз, назарыңыз шашыраңқы болады, екінші тыңдайсыз, назарыңыз жинақталады кішкене, үшінші, төртінші, бесінші тыңдаған кезде сіз мені естіп бастайсыздар. Окей, мынау үлкен сабақ қой, мынау бір медитацияның өзі сабақ қой деген сияқты сізге түсініп келеді. Сосын жаңағы
медитация трекерін беремін ғой сіздерге. Сонда трекерде кейбір медитацияларды 7 рет тыңдау керек 4 айдың ішінде. Кейбір медитацияларды 21 күн тыңдау керек 4 айдың ішінде. Тыңдап бітіргеннен кейін сіздер, соңында білесіздер. Мен білем бұны. Мен жаттап алғаным сонша, айтып отырмын ғой, 4 айдан кейін немесе 6 айдан кейін сіз бұл медитациялардың барлығын бірінен соң бірі не айтылатынын білгеніңіз сонша, сіз бұны білем деп айтасыз. Мен білем, мен назарымды жаттықтырып алдым. Бұрынғыдай мен назарым шашыраңқы емес, мен бір айтылған нәрсені мен бірден қағып аламын деген сондай сізге сенімділік керек. Сонда ғана сіз қашықтап ақша таба аласыздар. Болды. Сіздердің қашықтап ақша таба алмауыңыздың мәселесі неде? Назарыңыз шашыраңқы болғаннан. Сіз жаман адам емессіз. Сіздің назарыңыз шашырап тұрғаннан сізде ақша жоқ. Сондықтан назарды жинап, фокусты тек бір нәрсеге қойған кезде, айтады ғой, фокусты қайда қоясың, сол нәрсе өседі деп. Соған жетесіздер. Және де мен сіздердің қолдарыңыздан ұстап тұрып, сол нәтижеге жеткіземін. Тай енді басайын деп атырған бөпе сияқты келесіздер ғой. 4 айдан кейін, 6 айдан кейін сіздер жүгіріп кететін жағдайға жетесіз ғой. Жүгіріп. Бір инвесторлардың чатында розыгрыш болатын болды, лотерея ойнататын болды. Сол қарасам жаңағы кастрюльдердің наборы, күміс набор, комплект, сосын кейін бір алтын сақина бар екен. Маған енді мына сабақты мен бәрібір бұны қарадым ғой, алдымен бәрін бір қарап шықтым ғой түгел жаңағы. Алтын сақина ойнағалы жатыр, арманды лезде орындайтын техниканы сынап көрейін дедім. Не керек жасадым. Алтынға кезек келді, тура жаңағы нені алып шығып лототроннан оқып жатқанда менің телефонымның дауысы шықпай қалды. Менің нөмірімді айтады да, сөйтсем маған видеомен шығып тұр екен. Сол жүзікті мен ұттым. Ол жүзік маған мінекей бүгін жетті. 5 саттың атын жаз дейсіз. Енді 70-ке толғаныма не алсам екен деп ойлап отырдым да, жемчугтарды сатып жатыр екен. Оранжевый жаңағы натуральный морской жемчуг деген. Осы үйге таққанға жақсы екен мынау. Сөйтіп ананы жазып қойдым. Ертесіне таңертең серуендеп жүрсем, Алматыдан келінім звондайды: мама, кольцо нешінші размер киесіз деп. Сөйтіп бір жарты сағаттан кейін маған жемчуг с бриллиантом мына комплектін жібереді. Все, мы это купили деп. Мәссаған, қарасам 11 грамм дейді, енді ол деген қырғын ақша ғой, былайша айтқанда. Көп рахмет. Жақсы көрем. Қалай өмірді жақсы көрмейсің осыдан кейін, айтшы. Жасы 70-ке келген автордың нәтижелері осындай. Ал. Күшті енді. Осылай, келіңіздер сабаққа. Орындар тез толып жатыр. Орындар қалмай қалуы мүмкін. Қазір бізде Каспий жұма ашылды. Каспий жұма сабақ тіркелу 17 желтоқсан күні 23:59-да жабылады. Егерде сіз қазір бұл тікелей эфирді 17 желтоқсан күні тыңдап отырған болсаңыздар, 17 желтоқсан 23:59 сабақ жабылады. Бұл 2025 жылғы соңғы сабақ. Сондықтан үлгеріп қалыңыздар. Орындар тез толып жатыр. Қазір міне Каспий жұма ашылды. Қазір басталады. Айтып отырмын ғой, орындар қалмай қалуы мүмкін. Қазір қарап отырсаңыздар, қазір алыңыздар. Өйткені қазір бастасаңыздар, айтып отырмын ғой, міне. Бүгін бастайсыз. Бүгін қалайсыз? Ертең келеді. Ал бүгін жасамасаңыз техниканы, ертең ештеңе болмайды. Ертеңгі күніңіз үшін бүгін сіз жасауыңыз керексіз. Менің айтқанымды бәрібір бір орындасаңыздар, болды, өмір сіздікі. Баршаңызды жақсы көрем. Каспий жұмамен алу үшін барлық ақпарат төменде бар, және де менің сторисімде сілтеме бар, Каспий Pay. Биода, био или байо деп айтады ғой аккаунттың үстінде. Сонда Каспий сілтемесі бар. Түбіртекті менің осы WhatsApp нөміріме жіберіңіз. +7 777 222 1111. Жағдайым сол. Каспий Ред бар, Каспий жұма бар.
баршаңызды күтемін сабақта. Жақсы көремін сіздерді. Соңына дейін отырғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.